Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын тақтаға назар аударыңыздар. Бұл тақтада қандай сурет көріп тұрсыздар? Бұл жерде не істеп жатыр? Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде пайдалы қазбаларды өндіріп жатыр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайдалы қазба деген не? Бүгін біз пайдалы қазбаның не екенін түсінетін боламыз, және олардың қалай өндірілетінін білетін боламыз. Ең алдымен пайдалы сөзінің мағынасын түсініп алайық. Адам өміріне қажетті пайдалы заттар болады, дәрумендер болады, тағамдар болады. Сол сияқты пайдалы қазбалар да бар. Жер қыртысынан қазып алынып, адам қажетіне жарататын табиғи ресурс түрлерін пайдалы қазбалар деп айтады. Олар жердің бетінде де, жердің астында да, тіпті су астында да бола береді екен. Оларға көмір, тұз, алтын, темір, құм, мұнай сияқты ресурстар жатады. Бұл ресурстар әртүрлі әдіспен алынады. Олар ашық әдіс, жабық әдіс және бұрғылау әдістері. Ашық әдіске жер бетінде жатқан кенді экскаватормен қазып алу арқылы алынады. Мысалы, тұз, топырақ, құмды осы ашық әдіспен алады. Келесі жабық әдіс. Терең жер қойнауында жатқан кенді қазып алу үшін шахта жасалады. Оларды көмір, темір, алтын сияқты ресурстарды осы жабық әдіс арқылы алады. Бұрғылау әдісі сұйық күйдегі пайдалы қазбаларды бұрғылау арқылы алады. Мұнай сияқты ресурстар осы бұрғылау әдісі арқылы алынады. Балалар, егер тақырып түсінікті болса, бірінші тапсырманы орындайық. Пайдалы қазбаларды тап. Берілген сөздердің ішінен тек қана пайдалы қазбаларды тауып, дәптерімізге жазып алайық. Уақыт кетті. Егер де тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаптарды тексеріп алайық. Көмір, су, мұнай, құм, картоп, тұз. Көмір, құм, мұнай, тұз бұл бізде пайдалы қазбаларға жатады екен. Екінші тапсырманы орындамас бұрын табиғи ресурстар, яғни пайдалы қазбаларды неше әдіспен алатынымызды еске түсірейік. Ашық әдіс, жабық әдіс және бұрғылау әдістері. Біздің келесі тапсырма берілген пайдалы қазбаларды қандай әдіспен алатынымызды еске түсіріп, сәйкестендіреміз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаппен салыстырайық. Ең бірінші көмір жабық әдіспен, тұз ашық әдіспен, құм ашық әдіспен, саз ашық әдіспен, алтын жабық әдіспен, темір жабық әдіспен, мұнай бұрғылау әдісімен алынады екен. Тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Келесі тапсырманы орындау үшін мына экранға назар аударып, видеоны мұқият тыңдап алыңыздар. Осы видеоға байланысты тапсырма орындаймыз. Жер қойнауындағы байлықтары жөнінен Қазақстан әлемде алғашқы орындарда тұрғанын білесің бе? Балалар, туған жеріміз минералды қазбаларға өте бай. Мұның дәлелі жерімізден Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы табылған. Еліміз вольфрам, қорғасын және барий қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында, ал хромит, күміс, цинк қоры бойынша екінші орында. Марганец пен молибден қорынан үшінші орында тұр. Жеріміз мыс қоры жөнінен әлемде 4-ші ел болса, алтын қоры бойынша 6-шы орында. Ал мұнай қоры жөнінен еліміз әлемдегі алғашқы 10-дыққа кірсе, ашылған уран кен орындарының дүниежүзілік қоры бойынша 2-ші орында тұр. Балақай, сен мұнымен мақтануға тиіссің. Бейнероликті көріп болсаңыздар, сол бейнероликтен алған ақпараттарыңызды пайдаланып, берілген сөйлемдердің түсіп қалған сөздердің орнына ілмек сөздерді пайдаланып, орнына қойып тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тақтадағы дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Вольфрам қорғасын барий қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында. Хромит
күміс, цинк қоры бойынша 2-ші орында. Мыс қоры жөнінен 4-ші орында. Алтын қоры бойынша 6-ші орында. Мұнай алғашқы ондықтың ішіне кіреді екен. Сіздердің де жауаптарыңыз осы жауаптармен бірдей деп ойлаймын. Осы сілтеме арқылы Padlet тақтасына сіздерге үйге тапсырма жасап қойдым. Соны орындап маған жібересіздер. Осымен сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.